Аяқ қол неге жиі тоңады? Бірнеше себебі бар. Анемияның салдарынан. Гемоглобин азайған кезде оттегі тіндерге дұрыс жетпейді. Соның салдарынан аяқ қол мұздап жүреді. Екінші себебі қалқанша безінің қызметі төмендеген кезде зат алмасу баяулап, дене тоңғыш келеді. Үшіншісі қант диабеті. Қант диабеті кезінде жүйке талшықтары зақымданады. Соның салдарынан. Және де қан тамырларының ішіндегі проблемалардан. Мысалы, атеросклероз жалпы. Холестериннің қан тамыр қабырғаларының көптеуінен қан айналымының бұзылысының салдарынан болады. Сонымен қатар варикоз кезінде жалпы қан айналымында іркіліс пайда болады. Егер сізде осы аяқ қолдың мұздауы жиі болып, сонымен қатар аяқ қол ұйып жалпы терінің түсі өзгеріп бастайтын болса, міндетті түрде анализдер тапсырып, жалпы дәрігерге қаралу қажет болады. Сол үшін де видеоны лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.